Мехмет осылайша өзінің қамалына келеді. Пашалар болса қарсы алады. Ал енді Орханға жол жоқ. Мехмет сұлтанның алдынан халық шығып көңіл айта бастайды. Оның ішінде Мейлеке деген Халил пашаның қызы да бар. Мехмет сұлтан кейін сарайға кіреді. Балалық шағын бәрін еске алып кетеді. Содан кейін Мехмет сұлтан қылтимада тұр еді. Халил паша келеді. Демалып алыңыз сұлтан дейді. Оған Мехмет керек емес деп қатал жүзбен қарайды. Осылайша Мехмет әкесінің денесін көруге келеді. Оған дұға жасайды. Әкесіне қарап отырып керемет уәде айтады. Под моим правлением османское государство станет мировым. Елениді әлі де әкеле жатыр. Қайта ол Орханға тұрмысқа шығу керек еді. Чандарлы Халил паша туралы әңгімелер көп еді. Бұндай әңгімені пашалар Мехметке айтып тұр. Сіз жоқта ол не істеді? Енді сіздің бұйрығыңыз қандай болады дейді. Халилдің бұйрығымен бүкіл әскерлер бунт жасамақшы болды ғой. Мехмет кейін яничарларды қарау үшін сыртқа шығады. Бір әскер тұрып ант айтып айғайлап тұр. Мехмет қарап тұр. Сколько голов слетело с плеч на этой площади? Да будет так! Да будет так! Кейін бәрі Мехметке бағынатынын көрсетеді. Бірақ Мехмет бір түрлі қарап тұрады. Себебі Мехмет кішкентай бала болғанда бұл яничарлар бағынудан бас тартқан. Мехметтің әйелі және Баязид деген ұлы келе жатыр екен. Орхан болса византиялық адамдарға келіп тағы да көмек сұрайды. Біраздан кейін бұл жерге Орханды алып кету үшін Эдибас келеді. Ол Орханды шақырады. Византиялық әскер келіп кет осы жерден дейді. Эдибас болса маған Орханды бер деп тұрып алады. Бірақ әлгі әскер жігіт бермеймін деп қатып тұрып алады. Эдибас кетіп қалады. Өзінің адамдарына келіп Орханды аңдып күте тұрамыз дейді. Халил пашаға басқа бір паша келеді. Айтпақшы ақша алған паша ғой. Олар енді Мехметтің таққа отырғанынан қорқуда. Елениді Мехметтің арнайы агент адамдары ұстап алып еді. Сол туралы біреуі келіп Мехметке айтады. Делибас Орханды қуып кетіп, ал оның адамдары осы Елениді түрмеге қамап тастайды. Әзірше ол қызды Орханның адамы деп ойлауда. Әр жақта Константиносты көреміз. Түрінде бір көрсетіп қояйық. Константинопольдің принці еді. Елени түрмедегі күзетшіге ақша алтын ұсынып, мені жіберші дейді. Әлгісі енді адам ғой. Алтынды алып қызды босата салады. Елени қашып жүргенде оның алдынан Мехмет атып шығады. Одан кейін ол қыздан кім екенін сұрай бастайды. Содан Елени Мегадука Нотарус деген архитектордың қызымын деп жауап береді. Мехмет болса Орханмен неге болдың деп сұрайды. Сонда Елени Орханға күштеп тұрмысқа бермекші болды дейді. Осыдан кейін Мехмет сыртқа шыққанда бір паша келіп Делибас Орханды тауып алды. Бірақ христиандар оны бермей ақ қойды дейді. Мехмет болса ертең дайын болыңдар, Орханды алып кетуге барамыз дейді. Келесі күні Мехмет арнайы киім киіп сұлтандыққа церемонияға дайындалады. Керемет болып киініп алып далаға шығып орындығына отырады. Бүкілі бас иіп оның сұлтандығын мойындайды. Мехмет сұлтан пашалармен келе жатқанда алдынан Халил паша шығады. Сіз Орханға барасы деп естідім. Бұл деген дұрыс емес. Ондай жұмысқа дайындықпен бару керек дейді. Мехмет болса керекті жауабын береді. Как я испортил ловушку, которая привела Орхана в Эдирне, так и эту испорчу. Әр жақта Эдибас шыдай алмай христиандардың қамалына жардың іргелері арқылы өрмелеп тура Орхан отырған жаққа келеді. Сосын күзеттегі адамдарды жан жаққа құлатады. Енді Орханды ұстап алғанда қаншама әскерлер жетіп келеді. Эдибас болса сұлтаннан хабар келмейінше ешқайда кетпеймін дейді. Мехмет болса әскерлерімен жолға шығады. Ал Эдибас христиан әскерлеріне қарап, әрі кетіңдер, Орханды өлтіремін деп қорқытып, оны өзімен бірге алып кетеді. Бір кезде алдынан Константинос адамдарымен шығады. Менің жерімде қан төксеңдер, соғыс жариялайсыңдар дейді. Осы кезде тура Мехмет сұлтан келе қояды. Ол Константиностан Орханды сұрайды. Бұны өзімен бірге алып кетемін дейді. Константинос болса, ол менен көмек сұрады. Мен оны саған бере алмаймын дейді. Мехмет сонда, жақсылықпен бере ғой. Бұны мен достық деп білем дейді. Оған Константинос келіспейді. Мехметтің қасына тағы да адамдар келеді. Сол Орханға жақын адамдар еді. Олар болса Мехметті сабырлыққа шақырады. Мехмет болса, сендер соғыспайсыңдар ма сонда дейді. Бұлар бәрі керісінше соғыстан көмек көрсетуден бас тартады.
Мехметтің әскері аз ғана еді. Ол өзінің әскерімен ашуланып бұрылып кетіп қалады. Эдернеге келіп, бәрін лақтырып, бір ашуланып болады. Есігінің қасында Эдибас болады. Халил Паша келіп еді, Эдибас кіргізбейді. Халил Паша болса, мен келдім деп айт деп қояды. Эдибас кіріп сұлтанға айтады. Сонда Мехмет сұлтан ашуланады. Эдибас қайтадан шығып, Халил Пашаға айтады. Сұлтан бос емес дейді. Біраздан кейін ашуын басқан Мехмет сыртқа шығады. Ол Эдибасқа қарап, сен немене жүрсің? Барып тамақтанып ал дейді. Ал мен шамалы жұмыс істеймін деп кетіп қалады. Мехмет өзінің бөлмесіне келсе, бірдеңе байқайды. Сосын Элениді шақырады. Сен өткен түні менің бөлмеме келдің, немене көрдің дейді. Сонда Элени, бәрін көрдім, сенің не ойлап жатқаныңды біліп алдым дейді. Мехмет болса, бұндай жасырын схеманы қарапайым адам білмейді. Сен қайдан біліп қойдың деп таңғалады. Енді Мехметке Эленидің пайдасы тиетін болады. Бірақ Элени қырсығып тұрады. Мені өлтірсең де өлтіре бер, мен өлімнен қорықпаймын деп тұрып алады. Чем сдаться тебе, предпочту умереть. Хорошо, как пожелаешь. Әр жақта Орхан қайтадан Константиностың қарамағына келеді. Мехметтің жағдайын білу үшін асырап алған анасы Мара Хатун келіпті. Біраздан кейін Мехмет өзіне жақын таныс Нусреддин деген архитекторды шақырады. Оған жұмыс тапсырма береді. Мехметтің бөлмесіне өзіне адал екі паша келеді. Олар сол Халил Пашаның дұрыс емес екенін айтады. Ол сізді сұлтан ретінде көргісі келмейді дейді. Мехмет сұлтан бүкіл пашаларды жинай бастайды. Бір кезде Ак Шейх деген шал келеді. Мехмет барып жекеше сөйлеседі. Тіпті қатты құрметтейді екен. Алайда шейх жай келмепті. Ашуға берілме, дұрыс шешім қабылда деп тұр. Мехмет әзер шыдайды. Осы жолы мен сабыр сақтай алмаймын. Кінәлі адамдар жазасын алады дейді. Әр жақта пашалар бір-бірімен жыртылысып тұр. Халил Паша және Исхақ Паша екеуі бірігіп алған. Ал Мехметке адал пашалар әлгілерге қарап, сіздер бүгін жауап бересіңдер деп тұр. Біраздан кейін Мехмет сұлтан келеді. Сосын тақырыпты қоздай бастайды. Жақын арада әкем қайтыс болды. Бірақ бұл жаңалықты бүкіл византиялықтар біліп қойды. Қалай болды екен деп тұрады. Біз міндетті түрде кәпірлерге керекті жауабымызды береміз дейді. Оған Халил Паша, сіздің әкеңіз, аталарыңыз әрдайым мемлекетті ойлады деп тағы да айтып тұрады. Мехмет сонда, кезінде біз бала болғанда қателік жасадық. Енді соны түсу керекпіз. Әр жерде әділдік болу керек. Сонымен қатар әр адам өзінің қызметімен айналысуы тиіс дейді. Мехмет сұлтан бұйрық шығара отырып, Халил Пашаны алдындағыдай басты визир етіп қалдырады. Мехметке адал пашалар таңғалады. Бүкіл қызметкерлерді өздерінің орнынан қалдырады. Жиналыс біткен соң Сұлтан Мұраттың жаназасы болады. Біраздан кейін Эдибас өзінің адамдарымен қала көшесінде жүргенде, ол әлгі далада тауылған қызды көріп қалады. Эдибас қасына жетіп барып, неге қашып кеттің дейді. Қыз болса, сіздердің аттарыңызды әкелдім дейді. Сосын ол қыз кетіп қалады. Мехмет сұлтан болса, Элениді дарға асайын деп жатады. Элени жылауда. Сонда Мехмет, сен өзің айттың ғой дейді. Ты же сказала, могу убить, если захочу. Ты заявила о своем желании. Элени болса, байқамай қалдым, кешіріңізші дейді. Мехмет болса, бұл жерде сөзге ие болу керек дейді. Осылайша Мехметтің бұйрығымен Элениді дарға асып тастайды. Түнге қарай Мехмет әлгі Элени жатқан жерге келіп, оны тірілтіп алады. Сөйтсе уақытша талдырып тастау әдісімен Элениді ұйықтатыпты. Элени есін жияды. Сонда Мехмет, енді сен менің құлым боласың. Сен туралы ешкім білмейді. Бәрі сені өлді деп ойлайды дейді. Сен маған Константинополь туралы бәрін айтып бересің дейді. Ты расскажешь мне все о Константинополе. Басқа жақта түнге қарай әлгі қызды христиан әскерінің басшысы ұстап алады. Мехмет таққа отырды. Сен түк істей алмадың дейді. Әлгі қыз болса, Эдибас деген Мехметтің атамы мені ұнатып қалды. Мен оны пайдаланамын. Маған бір мүмкіндік берші дейді. Біраздан кейін Мехметтің адал пашаларын бір бөлмеге ұстап әкеледі. Ол жерде шейх жүр. Кейін Мехметтің өзі келеді. Сөйтсе жиналыста Чандарлыға мүмкіндік бергені, оның барлығы тексеріс болған екен. Осы сырды тек осы пашалар ғана айтады. Олар бізді әлсіз деп ойлай берсін. Аллах қалап, біз Константинопольді жаулап аламыз дейді. Осылайша екінші серия бітеді.